Ертеде бір кемпір мен шал болыпты. Шал кемпіріне: кемпірім, бауырсақ пісіріп берші, депті. Сонда кемпір: үйде ұн жоқ қой. Ана қаптың түбін қағып, ішіндегі ұннан қамыр илесеңші. Жарайды. Содан кемпір қамыр илеп, бауырсақ пісіруге кірісіпті. Бауырсағы өте үлкен, әрі дәмді, әрі ыстық болыпты. Суысын деп оны терезенің алдына апарып қойыпты. Сонда тентек бауырсақ терезеден секіріп түсіп, қаша жөнеледі. Лай деп бауырсақ қашып келе жатса, алдынан қоян шықты. Бауырсақ, мен сені жеймін. Жемесін, мен саған өлең айтып берем. Айта ғой. Атамнан қаштым, апамнан қаштым. Енді мен сенен қашып кетем. Қап бәлем, сені ме? Қашып кеткен ағарыш. Лай. Бауырсақ қуанышты болып қашып келе жатса, алдынан қасқыр шықты. Бауырсақ, мен сені жеймін. Жемесін, мен саған өлең айтып берем. Айта ғой. Атамнан қаштым, әжемнен қаштым, қояннан қаштым. Енді мен сенен қашып кетемін. Лай. Аппалым, сені ма? Лай. деп бауырсақ қуана қашып келе жатса, алдынан аю шығады. Бауырсақ, мен сені жеймін. Жемесін, мен саған өлең айтып берем. Жарайды. Атамнан қаштым, әжемнен қаштым, қояннан қаштым, қасқырдан қаштым. Енді мен сенен қашып кетем. Аппалым, сені ме? Лай. деп бауырсақ қашып келе жатса, алдынан қу түлкі шықты. Бауырсақ, мен сені жеймін. Жемесін, мен саған өлең айтып берем. Мақұл. Атамнан қаштым, апамнан қаштым. Бауырсақ, тоқташы. Менің құлағым дұрыс естімейді. Менің тұсыма келіп шығып айтшы. Жарайды. Атамнан қаштым, апамнан қаштым. деп түлкі бауырсақты жеп қойыпты. Мінекей балалар, біздің ертегіміз осымен аяқталды.